Hello friends, how are you? Бүгін бізде present perfect шағын үйрететін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Present perfect деген жалпы қандай шақ, содан бастап өтейін. Present perfect дегеніміз нәтижелі осы шақ деп айтамыз, иә? Бір істің жақында ғана болып біткенін, нәтижесін көрсететін іс-әрекетті айтамыз. Бұл шақ іс-әрекеттің бұрын басталып, сөйлеу кезінің алдында аяқталғанын білдіреді. Және іс-әрекеттің орындалған мерзімі анық емес, оның бастысы нәтижесі маңызды болып тұрады. Және де present perfect бұрын басталып, мысалы 10 жыл бұрын, 20 жыл бұрын басталып, дәл қазірге дейін жалғасын тауып келе жатқан шақты present perfect деп айтамыз. Мысалға, мен досымды 5 жылдан бері білемін дейді. 5 жыл бұрын оны таниды және әлі күнге дейін біледі, мысалға. Осы шақты present perfect деп айтамыз. Және де бір істің жаңа ғана біткен нәтижесі туралы, немесе бүгінгі осы аптадағы, осы айдың ішіндегі біткен іс-әрекеттің нәтижесін осы present perfectпен қолданып сөйлемдерді айтамыз. Яғни present perfect қалай жасалады? Жасалу жолы have, үшінші шаққа has және verb 3. Яғни have пен has және verb 3 дегеніміз естістіктің үшінші формасын қолданамыз. Мысалы, I have lost my wallet. Мен портмонемді жоғалтып алдым. Демек, бізде формула бойынша ол портмонені жақында ғана жоғалтқанын айтып тұр. Сол үшін нәтижесін айтып тұрғандықтан ол present perfect болады. I have формула бойынша have тұр және lose сөзінің үшінші жағы lost болады. Сонда I have lost my wallet. Next, he has bought a new car this week. Ол осы аптада жаңа машине сатып алды. Демек, бізде мынау this деген сөзіміз осы present perfectте қолданамыз. This week, this month, today деген сөздерді. Ол осы аптаның ішінде жаңа машине сатып алды. Демек, алған нәтижесін көріп тұрмыз, соны айтып тұр. Bought дегеніміз buy етістігінің үшінші жағы, сатып алудың үшінші жағы bought болады. Negative form. Present perfectте, яғни болымсыз түрі, біз сөйлемдердің болымсыз түріне not жалғауын жалғаймыз. Бірінші, have, has немесе оған not жалғауы жалғанады. Және verb 3. For example, we haven't, we'ден кейін have қоямыз, сондықтан we haven't played tennis today. Бүгін біз теннис ойнамадық. Демек, play дегеніміз бізде дұрыс етістік болғандықтан иди жалғауын жалғадық. We haven't played tennis today. Мұны have not деп жазсақ та болады. Немесе notты осылай қысқаша haven't немесе hasn't деп қысқа жазуға болады. Оның екеуінің ешқандай айырмашылығы жоқ, қате болмайды. Next, she has never been to Paris. Ол ешқашан Парижде болмаған. Яғни бізде болу етістігі to be болғандықтан, to be етістігінің үшінші жағы міне been болады. Ал ешқашан деген сөз бізде never. Ол ешқашан болмаған. Және бізде неге hasn't қоймады деп ойлауларыңыз мүмкін. She has, мына жерде never деген болымсыз, ешқашан деген болымсыз етістігі тұрғандықтан сөз мына жақта бізде has'дың өзі қалады. Ал егер never деген сөз болмағанда, she hasn't helped мысалы үшін басқа етіктерді қоюға болатын еді. Мына жерде ол ешқашан болмаған деп айтқандықтан never тұр. Never'нің өзі болымсыз, сондықтан has болады. Next, I haven't lost my key. Мен кілтімді жоғалтып алған жоқпын. Міне haven't қысқаша түрі және lose'дың үшінші жағы lost. Ары қарай, question form. Сұраулы түрі. Сұраулы формасы бізде жасалады have, has көмекші етістіктері сөйлемнің алдына көшеді. Have, has plus subject plus verb 3. Subject деген жаңағы бастауыш, бізде мен, сен, олар дегендер. Мысал үшін, have they cleaned their house today? Олар бүгін үйін жинады ма?
бүгін деп тұр. Today деген бұл бізде осы present perfect'тің үстеуі. Демек, олар деген they деген кейін біз have қоямыз. Сол have-ті сөйлемнің алдына қоямыз. Сонда have they cleaned, clean дұрыс етістік болғандықтан оған ed жалғаймыз. Cleaned their house today. Келесі, has she finished her homework? Ол өзінің үй жұмысын орындап бітірді ме? Демек, she'ге біз has қоямыз үшінші жақта. Сол has'ды сөйлемнің алдына қоямыз да, finish деген дұрыс етістік, оның үшінші формасы жоқ, сондықтан ed жалғаймыз. Has she finished her homework? Келесі, have you bought a ticket? Сен билет сатып алдың ба деп тұр. Демек, have алдына қойылады да, have you сатып алу buy етістігінің үшінші формасы bought болады. Have you bought a ticket? Билет сатып алдың ба деп нәтижесін сұрап тұр. Міне бізде қысқаша болымды, болымсыз сұраулы сөйлемдер. Қазір мен түсіндіріп өткендей, I have, you have, we have, they have, you have, олардан кейін біз have қоямыз да, ал she, he, iттен кейін біз has көмекші қоямыз. I have worked, мен жұмыс істедім. You have worked, сен жұмыс істедің деген сияқты. Енді болымсыз түрінде міне I have not worked, немесе жаңа қысқаша түрін айтып өттім. I haven't worked деп айтса да болады. He has not worked, немесе he hasn't worked, ол жұмыс істемеді. Сұраулы формасы have you worked, сен жұмыс істедің ба? Has she worked, ол жұмыс істеді ма? Осылай сұраулы түрі have пен has'ды алдына қою арқылы сұрақ қойып сөйлем құрайды екенбіз. Adverb, яғни үстеулері. Present perfect'те әр шақтың жалпы өзінің қойылатын үстеулері болады. Осы арқылы сөйлемді ажырата аламыз, егер тестте тағы келетін болса. Бірінші already. Already бізде уже деген сөз. Әлде қашан. Әлде қашан. Just. Енді ғана. Енді ғана. Мен енді ғана үйге кіріп келдім мысалы. Yet. Әлі де. Yet деген үстеуді көбінесе біз сөйлемнің соңында қолданамыз. Ever. Сұраулы сөйлемде қоямыз. Ever. Когда-либо деген сөз. Және this month, this week, this year деп кете береді. Және today. Енді соңғы үстеу ол never. Never деген мағына айтып өттім, ол ешқашан деген мағынаны білдіреді. Осы үстеулер арқылы сөйлемдерді жазып құрауымызға болады. Мысалы, already, I have already done my homework. Мен әлде қашан үй жұмысымды орындап болдым. I have just watched the film. Мен қазір ғана фильм қарап болдым. Осындай сөйлемдер құрауға болады. Міне тағы да examples. I have just come home. Мен енді ғана үйге келдім. Бізде енді ғана деген үстеу have-тен кейін тұрады екен. Одан кейін they have already done their homework. Олар әлде қашан үй жұмысын орындап қойған, яғни уже орындап қойған іс-әрекет, соның нәтижесін көріп тұрмыз біз. Сондықтан present perfect'ке қоямыз. They have already, әлде қашан деген сөз, орындау дегеніміз do, do'дың үшінші жағы done their homework. Have you ever been to London? Сен Лондонда болдың ба? Болу етістігі to be-дің үшінші формасы бізде been болады. Сұраулы түрінде have-ті алдына қоямыз, have you. Сұраулы сөйлемде әрқашан ever-ні қоямыз. Сонда have you ever болу деген үшінші жағы been to London. Жауап бергенде yes, I have been to London. Немесе no, I haven't been to London деп жауап береміз. Енді осы present perfect'те біз for and since деген preposition қолданамыз, предлогтар. Бұларды бір белгілі бір уақытты айтқан кезде қоямыз. For a period from start to end дейді. Яғни for'ды біз нақты емес, мысалға
For 20 minutes, 20 минуттан бері. For 3 days, 3 күннен бері. Яғни ол 3 күн қай күн екені белгісіз. Дүйсенбі ма, сейсенбі ма, ол белгісіз. For 5 years, 5 жылдан бері. For a long time, көп уақыттан бері. For 2 centuries, 2 ғасырдан бері дегенде қолданамыз. Ал since дегенде бір нақты уақытты айтқан кезде, нақты жыл, ай, аптаның айы, аптаның күндерін айтқанда қоямыз. Мысалы, since 1985, міне, 1985 жылдан бері. Мысалы, 1985 жылдан бері мен осы үйде өмір сүремін, I have lived this house since 1985. Since Monday, дүйсенбіден бері. Немесе since Saturday, сенбіден бері. Since October, айлардың алдына қойыламыз, Since last month, өткен айдан бері. Since childhood, бала кезден бері. Міне, бала кезден бері мен деп сөйлемді айтқанда child since'ті қоямыз. Since 9 p.m. яғни сағат 9-дан бері, 10-нан бері деп сағатты айтқан кезде since'ті қолданамыз. Міне бізде осы present perfect'ті осылай қысқаша түсіндіріп өттім. Түсінікті болды деп ойлаймын. Goodbye. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып қалдырсаңыздар болады. Арнаға тіркелуді ұмытпаймыз.